Ал қадірмен дағайын сіздермен кафирун сүресінің тажвид ережелерімен бір талдап өтейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл жіңішке оқисыздар, қафты жуан оқисыздар, ләмға жіңішке түсесіздер. Құл болып кетпесін. Құл я айюхал кафирун. Енді мына жерде я деп созамыз, өйткені мәт әрпі тұр. Мәтті табиғи тұр. Яғни мәтті табиғидің белгісі тұр. Демек, я деп екіге созамыз. Бірақ оның үсті тағы мынандай 4-ке 6-ға созуға болатын белгі тұр. Және де одан кейін созу себебінен болған хамза кеп тұр. Және бұл жерде мына жерде бірге қосылғанымен бұл екі бөлек сөзді келіп тұр. Сол себепті бұл мәтті мұнфассыл болады. Яғни мынау я деген я айюха деп Құранда келетін болса, онда біліңіздер, бірінші ясы мен айюха екеуі екі бөлек сөз. Сол себепті оны мәтті мұнфассыл жасап екіге оқысаңыздар болады. Яғни я деп екіге, немесе я айюхал кафирун деп, мына жерде я деп 4-ке созсаңыздар болады. 6-ға созсаңыздар да болады. Енді біз мәтті мұнфассылды екіге созып дағдыланған едік, екіге созамыз. Бұл жерде де, және мына жерде айюхал деген кезде хадан бірден ләмға түсесіздер. Алифтері уасыл хамзасына айналып кетеді, бұлар оқылмай қалады. Жарай ма? Кафир, мына жерде мәт бар, одан кейін мына жерде мәт артқа айналдырасыздар, сукун қылып тоқтасаңыздар. Кафирун деп 2-ге 4-ке 6-ға созуға болады. Кеттік, онда мынаны 2-ке созамыз. Құл, және жіңішке оқуды ұмытпаңыздар. Мысалы, құл хуаллаху ахад деген кезде де құл болып кетпесін, алдыңғы жуан әрпіне еріп. Құл я айюхал кафирун ла а'буду ма та'будун. Мына жерде де тура сондай мәтті мұнфассыл, ләм әрпі, одан кейін әлиф келіп тұр. Және мәттің созылу белгісі, одан кейін созу себебінен хамза келіп тұр. Және екі бөлік сөзде келгендіктен мәтті мұнфассыл болады. Және бұны 2-ге 4-ке 6-ға созуға. Біз 2-ге созып оқимыз. Ла а'буду ма та'будун ва ла антум абидуна ма а'буд. Мына жерде де тура сондай мәтті мұнфассыл келіп тұр. Мына жердегідей 2-ге созамыз. Одан кейін антум деген кезде сукунды нуннан кейін ихфа әрпі тә келіп тұр. Демек, нунды жасырамыз. Жасырып, нунды ашық оқымай, ыңға қартай шамалы жақындатамыз. Вала антум абидуна ма а'буд. Айннан кейін мәт әрпі келіп тұр. Мәттің белгісі. Демек, а деп 2-ке созамыз. Абидуна ма а'буд. Мына жерде де тура сондай ма а'буд деген кезде мәтті мұнфассыл келіп тұр. 2-ге созып барып оқимыз. Ма а'буд. Яғни хамзаға мәтті 2-ке созасы. Ма а'буд. Одан кейін енді аяттың соңын сукун қылып тоқтағандықтан дәл әрпі бұл қалқала әрпіне жатады ғой. Қалқала жасайсыздар. Ма а'буд деп қалқала жасаймыз. Вала ана абидун ма абадтум. Мына жерде де тура сондай мәтті мұнфассыл келіп тұр, 2-2 бөлік сөзді. Одан кейін ана дегеннен кейін негізі созылу керек еді ғой, бірақ үстінде мына домалақ белгілгендіктен әсі оқылмай. Демек, нә деп 2-ке созбаймыз, нә деп қана созамыз да, бірден абидунға түсеміз. Вала ана абидун ма абадтум. Енді мына жерде абидун деген кезде мына жерде идғам бар, сукунды нун немесе тәнуиннен кейін идғамның мим, вау, я, нун әріптер келетін болса, сукунды нунды және тәнуиннің соңғы нунын мимға қосып шаддалығып мұрынмен оқимыз дегенбіз. Абидун ма абадтум. Және идғамдарды оққан кезде біраз ұстайсыздар. Абидун ма абадтум. Абидун деп біраз ұстайсыздар. Абидун бір харакат мөлшеріне ұстасаңыздар болады. Абидун ма, немесе 2 харакат мөлшеріне ұстасаңыздар болады. Абидун, мысалы, абидун ма абадтум деп. Енді одан кейін мына жерде біз сіздермен ереже өткен болатынбыз. Идғам мутаджанисайни деген ереже өткен болатынбыз. Ол жерде дыбысталуы бір-біріне ұқсағанымен бөлек әріптер бір жерде келетін болса, және біріншісі сукун болып, мысалы дәл әрпі келіп тұр, мына жерде одан кейін
та әрпі келіп тұр. Демек, дәлді тәға қосамыз дағы тәні шәдді алып оқиды. Сізге көшетіп қойған. Тәні шәддемен оқисызды. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ. Тура мына жердегі ереже мәтті мұнфасыл және де ихфа. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Мына жерде де қалқалар жасаймыз. Тура мына жердегі ереже مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. Мына жерде енді я әрпі харакатымен кеп тұр. Демек, валия деп оқимыз. Ләкум динукум валия дин. Мінеки қадірмен дағын Кафирун сүресінің талдауы осылай. Иншалла үйде жақсылап дайындалыңыздар. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын.